Енді Дарханның бұны қазір неге айтып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Енді бұл махаббат алаңы, білесіздер ғой, кейде жыламаймын деген адамның өзі бұл жерде жылап жібереді, сезімге беріліп кетеді. Кеше Ақботаны жылағаннан кейін шынымен де Дархан сол қатты тиді ме, эфирден кейін ешкіммен сөйлескен жоқ, ешқандай да жұмысқа араласқан жоқ, тіпті үнсіз ғана телефонмен бұрылып ғана отырған түр болды. Мүмкін есіне түскен де шығар. Және де бүгін Дархан негізі шықпаймын деген сөзді айтқан болатын. Жаңа мен жарнамаға дейін негізі Ақботасы жобадан кететін шығар сонда деп айтқаным да сол болды. Бірақ расымен де жарнамада шешілген жағдай, Дархан осында шығып өз жауабын беріп, жоқ дегенде Ақботамен сөйлесіп, мүмкін алдағы уақытта 2 күн бар ғой, Дархан Ақбота Дарханды жұбата келе, білмеймін, мүмкін махаббат пайда болар, мүмкін немесе шынымен де Ақбота Дархан түсініп, мүлдем екеуі екі жақта кәдімгі редактор мен қатысушы кейпінде қалатын шығар, мен білмеймін. Өзімде біртүрлі болып кеттім ғой, Дархан жылағанын көріп, расымен ер азаматтың жылағаны қыз балаларға ауыр тиеді. Қыз баланың жылағаны жарайды, ол бір жүрек нәзіктіктен дейміз, бірақ ер азамат жыласа, ол жерде үлкен махаббат бар, әлі де жатқан сияқты. Дархан, біз сенімен біргеміз. Ол қыз өмір ғой енді, өмір. 1 жыл бұрын білеміз. Бірге болдық та, бірге қолдадық та, сенің жанында әлі де қолдаймыз ол жағдайларға байланысты. Кімді ертең не күтіп тұрғанын білмеймін, сол себепті тек қана жігерлі бол дегім келеді. Сен мықтысың. Ары қарай да мықты бол. Егер ол қыз дәл қазір эфирді көріп отырса, сіз біле жүріңіз. Сізді жай ғана жақсы көрген жоқ. Ол Дарханда үлкен махаббат болды. Мен ойлаймын, мына көз жастарынан кейін әлі бар да сияқты. Просто жақсы көретін адамыңды былай көз жасына ерік бере алатындай бір махаббатың болса ішінде, сол адам жаныңда жүрсе қаншалықты қиын болатын негізі білемін мен. Оны түсінем. И ол дүниені іште сақтап жүру де қиын негізі. Және де Ботаны да түсінемін негізі жобадан кетем дегенне. Бірақ егер де осындай бір ситуация болып тұратын болса, негізі мен жұмыстан кетуге дайынмын негізі. Жұмыстан кетіп, басқа бір шаруалармен айналысып, Ботаның осы жобада өз бақытын тауып кеткенін қалаймын. Себебі Ботаның осы жобада басына неше түрлі дүниелер өтті. Ең көп хейтке ие болған қатысушылардың бірі, ең көп негатив айтылған қатысушылардың бірі. Мен Ботаның ішкі жан дүниесін өте қатты түсінем, қатты жақын түсінем да, себебі оңай емес ондай ситуацияларда қалу. Және де сол бүкіл дүниенің бір дәлелі. Енді Дарханның бұны қазір неге айтып жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Енді бұл махаббат алаңы, білесіздер ғой, кейде жыламаймын